Баршаңызға қайырлы күн. Наполеон тортты рецептімен бөлісетін болам. Небәрі 3 заттан. Парақшам пайдалы, подписка бөліне тіркеліп, видеоны ақырына шейін көріңіз. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Отанның тестасы, самсаның сахарный пудра, қаймақ 20%. 20% любой қаймақты алып қолдансаңыздар болады. Қаймағымызды алып, ақмарлығы істесеңіздер де болады. Ал мен осылай істедім, сүзіп алдым. Осындай су шығады. Пакетini алып тастаймыз тестамызды. Мен екеуден бөліп алдым. Екі тестадан, негізі 3 тестадан бөлісеңіздер болады екен. Ал кішкентай көлемде қаласаңыздар, 2 тестамен пайдалансаңыздар болады. Сіздерге 22 диаметр керек болатын болса, кольцоңызды 24 диаметр қылсаңыздар, самсан тестасы кішірейеді екен. Пісіп шыққанда кішірейіп тұрады екен. Сондай қызық болды менде. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. 100 грамдай менде су шықты. Қараңыздар, 3 сағатта. Енді осыны алып, сахарный пудраны сеуіп, енді миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастап жайлап көтере беретін боламыз. Қараңыздар, осындай өзінің формасын ұстады менде. 16 сантиметрім диаметрім, ең ақырғы кольцовой сондайға, ал 14 сантиметр болған ғой. Тестам піскеннен кейін шет жағын алып, үгітіп алатын боламыз. Оформилиге тарелканың астына кішкентай жағып қойыңыздар. Сонда жылжымайтын болады. Солай қылып, әр слойына кремімізді жағатын боламыз. Солай общий жинап аламыз. Алтаудан 12 коржик болып шықты менде. 2-4 қып бөле салдым. Ақыры коржын жағып, жан жағыны да жағып шығатын боламыз. Тортымыздың жанына да жағып шығатын боламыз кремді. Коржықтарымыздың шетіндегін алып, майдалап алғанымызды тортымыздың көрініп тұрған жерлерін бәріне сеуіп шығатын боламыз. Кешке істедім, азанға шейін тұрды. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Менде осындай домалақ 2 торт болып шықты. Наполеон торт 3 заттан дайын болды.